жақсы ғой. Онда бүгінгі сабақты бастамас бұрын біз өзіміздің бір-бірімізге деген жақсы психологиялық ахуалды, бір-бірімізге тілектерімізді, жақсы ниеттерімізді білдірейік, ашық сабағымызда. Енді сіздерге бірінші топтастыру үшін сіздердің тақтада сенің күш, еңбек, білім, табыс, мейірім, жақсылық шабыт сіздерге жақсы тілектерін тілеймін. Және сіздер де өздеріңізге, бір-біріңізге осындай тілектерді тілеу арқылы біз топқа бөлінеміз. Сондықтан әрбіріміз жеке бір-бірімізге тілектерімізді білдіріңіздер. Айдаруға бастаймыз. Мен сіздерге жақсылық тілеймін. Жақсы. Екінші топ. Топтарын біліп алыңыздар, бұл арқылы келе ғой. Соныңға көшсіз. Жақсы. Бірінші топ. Айбек, келе ғой. Мен сіздерге табыс тілеймін. Жақсы. Енді топтарымызға қазір ыңғайлап отыра беріңіздер. Топтарын біліп алыңыздар ғой. Мен сіздерге шабыт және де қуаныш тілеймін. Бірінші топ. Наурыз. Мен сіздерге білім тілеймін. Баса ғой. Екінші топ. Айзере. Мен сыныптастарыма сенім тілеймін. Бірінші топ. Сезім. Сезім. Мен сыныптастарыма еңбек тілеймін. Еңбек. Екінші топ. Келесі. Ислам. Мен сіздерге Мейірім. Бірінші топ. Енді бірінші топ. Сен бірінші топ дейсіз. Бірінші топ не жаққа келіңіздер? Мына топқа. Екінші топ не жаққа отырыңыздар. Кезек топтаса қоямыз. Кезектеміз. Кезектеміз жаңа топтарымға келе отырсаңыздар. Екінші топтың ба? Бірінші топтың өткен. Осы өткен. Жақсы. Онда бірінші екінші топ өзіміздің орындарымыз тапты. Енді өткен сабағымызға тоқталып өтейік бірінші. Өткен сабақта біз қандай тақырып өттік? Мұхитта олардың табиғи құбылыстар. Енді мұхитта қандай табиғи құбылыстар болады? Табиғи құбылыстар. Қандай табиғи құбылыстар бар? Табиғи цунами. Жақсы. Тағы. Дауылды толқындар. Тағы. Ірі-ірі. Биік толқындар дейді, цунами толқындар, жақсы ірі дауылдар дейді, тайфундар, тағы. Осылардың әсерінде не болады? Мұхиттарда. Биік толқындар болады, тағы. Қандай жағдайларға душар еткізеді болады? Су тасқынына, дұрыс айтасың, тағы. Кеме қатынасына зиян тигізеді. Жақсы. Мұхиттарда балық аулайтын кәсіби балықшылардан не істейді? Кері әсерін тигізеді. Кері әсерін апатты жағдайлар болады. Міне осындай қиын жағдайлар туындайды. Енді осы арқылы сіздерге тапсырмалар беріледі. Үй жұмысын пысықтау мақсатында сіздерге үй жұмысының тапсырмасы. Жалпы дискретер бір балл, мұхит суының қозғалысы бойынша апатты анықтаймыз. Әнекей мұхитта болатын табиғи құбылыстар. Сіздерге сұрақтар беріледі. Осы сұрақтар арқылы мұхитта болатын табиғи құбылыстарға жауап береміз. Әнекей бірінші бір баланы сұрайық. Айзере келе ғой. Солтүстік Америкада қандай
қандай циклондар орын алған? Иә, Қареке қандай циклон? Дауыл. Дауыл. Яғни керемет. Жақсы. Дұрыс па екен? Дұрыс отырады. Келесі аяғымыз. Қытай, Жапония, Вьетнам елдерінде желдің қай түрі соғады? Тайфун. Тайфун. Дұрыс па екен? Жақсы, керемет. Келесі. Мұхиттарға байланысты табиғи апаттардың қайсысы жатады? Сезім бар ау. Дұрыс, сонан екен. Келесі сұрақ. Наурыз. Австралия маңында тропиктік циклон атауы. О, циклон. Дұрыс емес екен. Келесі дұрыс сұрағы. Бейли дауыл бар екен. Жақсы. Айбек. Атлант мұхитындағы Мексика шығанағында Кариб теңізінде қандай құбылыс байқалады? Дауылдар дейді. Дұрыс емес. Дұрыс дауылы тропиктік циклон. Келесі. Ары қарай барады. Мұхитта қатты жылдамдықпен айналатын қуатты құйынның аты торнадо. Жақсы, торнадо дұрыс. Керемет. Бізде ислам бар ма? Ислам. Цунами қандай құбылысқа жатады? Метеорологиялық құбылыс, атмосфералық құбылыс, климаттық құбылыс, сейсмикалық құбылыс дейді. Сейсмикалық құбылыс дұрыс. Керемет. Бізде тері басылайық. Үнді Үнді мұхитта циклондардың созылған жылдамдығы 10-12 сағат километр сағат жылдамдықтағы елдер болады. Жақсы, бұл өткен сабақты пысықтау мақсатындағы сіздерге қойылған сұрақтар. Керемет жауап бердіңіздер. Бір жарым алыңыздар. Жақсы. Енді біз енді жаңа сабақты ашпас бұрын сіздерге сұрақтар қойайын. Жалпы алғанда дүниежүзілік мұхиттың неше түрі бар? мұхиты солтүстік. Жоқ. Атлант мұхиты. Атлант мұхиты. Ең үлкен мұхитымыз. Ең үлкен Тынық мұхиты. Жер көлемі қанша еді? Тынық мұхиттың жер көлемі қанша? Таптақтар байлық. Қанша? 180 миллион шаршы шақырым. Жақсы. Екінші орындағы Атлант мұхиты, үшінші Үнді мұхиты, төртінші солтүстік Құзғын мұхиты. Енді осы төрт мұхитта қандай жағдайлар болады? Және осы мұхиттардағы бүгінгі қандай мәселелер болады? Осы туралы сіздерге мына бұлтты көшпейік. Осы бұлттың артында сіздерге тақырыпқа шығамыз. Мынау жалпы сіздер не көріп отырсыздар? Мұхит, иә, мұхит суы, және айсберг, дұрыс айтасың. Мынау не десе? Не нәрсе бұл? Мұхит ортасында өндіріліп жатқан завод, мұнай өндіріліп жатқан мұнай мұнарасы. Енді қасындағы мынау кеме. Енді мына жағалықта не көріп отырсыздар? Мұхиттың суының түсі қандай? Қара. Яғни мұхиттың суы қандай болады түсі? Көк болады, негізі көк болады, таза болса. Ал мына сіздерде мұхиттың суының бетінде не көріп тұрмыз? Қара, ала әртүрлі белгілерді көріп тұрмыз, бояуларды көріп тұрмыз. Бұл не нәрсе? Мұхит суына төгілген мұнай. Өткен мұхит суының түбінің табанында не болады? Табанында мұхит суының астында табиғи газ бен мұнайдың көп қоры осы дүниежүзілік мұхиттардың астында шоғырланған. Жақсы. Міне енді осы мұхиттардың
суның ластануының әсерінен қандай жағдайлар болып жатыр жағалықта? Мұхит жағалауында. Не көрдіңіз? Өлген балықтарды көріп тұрмыз. Солай ма? Өлген балықтарды. Ол не себепті өліп жатыр? Уланып, мұхит суына түскен мұнайдың, төгілген мұнайдың әсерінен уланып балықтар не істеп жатыр? Қырылып өліп жатыр. Жақсы. Судың жағалауындағы қоқыстар, әртүрлі тасталған қоқыстар. Міне осылардың барлығы мұнайдың жалпы мұхиттың суын не істейді екен? Ластайды. Ол деп отырғанымыз қандай жағдай? Қандай нелер келіп соқтырады? Ол нелер әсеріп соқтырады? Экологияға, дұрыс айтасыз, экологияға. Яғни мұхит суының несіне әкеліп соғады? Экологиясына әкеліп соқтырады. Ол яғни дүниежүзілік мұхитта болатын құрылыста проблемалар, өте үлкен күрделі проблемалар. Міне осыны біз бүгінгі сабақта талқылаймыз және осы туралы білім аламыз. Яғни дүниежүзілік мұхиттың проблемалары. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы енді негізгі оқу мақсатына сәйкес дүниежүзілік мұхит проблеманы топтастырып шешу жолдарын ұсынамыз. Сабақтың негізгі мақсаты оқушылардың дүниежүзілік мұхиттағы негізгі проблемаларды топтастырып, олардың себептерін анықтайды және шешу жолдарын ұсынады және үйренеді. Енді бағалау критерийлері бойынша бірінші үй жұмысына берілген тапсырмалар, үшінші тапсырмамыз бар. Міне осыларға байланысты сіздерде оқушылардың жауап беруіне байланысты жауаптар болмай, және осы арқылы сіздерді бағалау отырамыз, жеке және жұмыстар арқылы. Енді сіздерге бүгінгі жаңа айттық, дүниежүзілік мұхиттағы негізгі экологиялық проблема теңіз мұхит астындағы табиғи байлықтар. Және мұхит астында сонымен бірге өте жаңағы кең көлемде мұнай мен табиғи газ мен мұнай орналасқан. Оның біздің Қазақстан бойынша да атап өтуге болады. Біздің Арал теңізінің жағалауындағы, Каспий теңізінің табанындағы үлкен жаңағы мұнай кеніштері орналасқандығын біз білеміз. Яғни жақсы осы дүниежүзілік мұхитта да осындай мұнай мен газ жоғарыланған. Сонымен бірге қорғасын, сынап сияқты металдар өндіріледі екен, алынады екен мұхит астында. Осылардың ішіндегі мұхит астындағы судың мұхит суларына кедергі зиян тигізетін сынап металы өте бағалы, бірақ өте улайтын металл болып есептеледі. Жалпы дүниежүзілік мұхиттан әлем бойынша 210-нан астам мемлекет табиғи байлықтарын алып отыр екен. Яғни балық аулау кәсібімен айналысады 210 мемлекет дүниежүзі бойынша. Сол мемлекеттер осы теңіз мұхит астындағы жаңа мұнайларын өндіруде өзіне көптеген зардаптарды тигізіп отыр. Жақсы, енді осы арқылы сіздерге қазір видеоролик көрсетіледі. Сол видеоролик арқылы жақсы сабақтарды істейміз. Дүниежүзілік мұхиттағы проблемалар. Дүниежүзілік мұхит адамзат үшін маңызды табиғи байлық көзі. Мұхитта пайдалы қазбалар, балық өнімдері және басқа да ресурстар алынады. Мұхит пен теңіз түбінен мұнай, табиғи газ, теңіз тұзы, марганец, темір сияқты металдар өндіріледі. Ғылыми техникалық прогресс пен дүниежүзі халық санының артуы себептерінен мұхит суы ластанып жатыр. Бұл дүниежүзілік мұхитта экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына әкеледі. Мұхитта пайдалы қазбалар мен балық өнімдерінің көп мөлшерде алынуы дүниежүзілік мұхитқа үлкен жүктеме түсіреді. Бақылаусыз және шамадан тыс балық аулау, балық қорының азаюына және теңіз жануарлары санының кемуіне себеп болады. Бұл проблемалар теңіз жануарларының жойылуына, адам денсаулығына қауіп төнуіне, табиғи ресурстардың азаюына әкеледі.
Belgili мәліметтерге сүйенсек, қазіргі кезде дүниежүзілік мұхитқа жыл сайын 30-50 миллион тоннаға дейін мұнай төгіледі. Мұнайдың әрбір тоннасы су бетінде шамамен 12 км аумақты жұқа қабықпен жауып қалады. Бұл қабық суға оттегінің өтуіне кедергі жасап, теңіз тіршілігіне үлкен зиян келтіреді. Мұнаймен ластану әсерінен балықтар мен басқа да теңіз жануарларының миграциялық жолдары өзгереді. Мұнаймен ластану мұхиттағы ең қауіпті экологиялық проблемалардың бірі. Сондықтан мұхитты қорғау адамзаттың ортақ міндеті. Мұнай мен табиғи газ маңызды байлық. Оларды өндіру кезінде табиғатты қорғау шараларын сақтау қажет. Жақсы. Міне, осы видеоролик арқылы біз дүниежүзілік мұхиттағы болатын проблемаларды естідік. Көрдік, қандай жағдайда мұхит сулары ластанған және оның қандай экологиялық проблемасы бар екендігін білеміз. Енді сіздерге осы екі топқа тапсырмамның ішінде осы сөздер жазылған. Осы сөздер бүгінгі сабағымызда тақырыпқа сәйкес сөздер көрсетілген. Осы сізде дәптеріңізді ашыңыздар, бүгін жазылыңыздар, бүгін жазып, сабақтың тақырыбын жазып, мына ішіндегі сөздерді барлығын жазамыз, қозғап отырып, қандай сөздер бар екендігін дәптеріңізге түсіріп аламыз. Тездетеміз, көп сөз. Мынаның ішінде тұр. Мынаның ішінде тұр.